Қайырлы күн, құрметті білім алушылар. Сіздермен Гүлфайруза Абсаттар фонетика сабақтарын одан әрмен қарай жалғастырамыз өздеріңізбен бірге. Бүгінгі біздің қарастыратын тақырып екпін. Сөздегі бір буынның немесе дыбыстың ерекше көтеріңкі айтылуын екпін дейміз. Қазақ тілінде екпіннің 4 түрі бар: сөз екпіні, ой екпіні, тіркес екпіні және де дыбыс екпіні. Ең алдымен сөз екпінінен бастайық. Сөз екпіні екі немесе одан да көп буынды бір сөздің, яғни бір сөздің ішіндегі бір буынның көтеріңкі айтылуы. Сөздің ішіндегі бір буынның көтеріңкі айтылуы сөз екпіні. Міндетті түрде мына ережені есімізде сақтаймыз. Қазақ тілінде екпін соңғы буынға түседі. Мысалы, үздік оқушыларға бағалы сыйлықтар беріледі. Үздік қай буынға екпін түсіп тұр? Дік. Оқушыларға ғаға түсіп тұр. Яғни бұл жерде ға деген жалғау болмаса, бізде оқушылар қайсыға түсетін еді? Лар деген көптік жалғауына екпін түсетін еді. Егер лар деген көптік жалғау болмаса, оқушы шыға түсуші еді. Бағалы лыға түсіп тұр. Сыйлықтар тарға түсіп тұр. Беріледі диге түсіп тұр. Яғни сөз екпіні өте оңай. Міндетті түрде сіздер қазақ тілінде екпін соңғы буынға түседі деген ережені ұмытпаңыздар. Келесі бізде ой екпіні. Ой екпіні сөйлем ішінде ерекше көңіл аударылуға тиіс болған бір сөздің оқшаулап бөліп айту. Ой екпіні бұл енді айтушыға байланысты. Айтушы қай сөзге аса назар аударып сөйлейтін болса, басымдылық беретін болса, сол сөз сол сөзге ой екпіні түседі. Мысалға, атам бүгін ауылдан келеді. Яғни бұл жерде сөйлеуші ауылдан келетін аса назар аударып басымдылық беріп тұр. Атам ауылдан бүгін келеді. Немесе бүгін ауылдан атам келеді. Ой екпіні осылай, бұл айтушыға, сөйлеушіге байланысты. Ол қай сөзге назар аударып басымдылық берсе, сол сөзге ой екпіні түседі. Келесі бізде тіркес екпіні. Тіркес екпіні бірнеше сөздің тізбектеліп барып, түгелімен бір ғана екпінге ие болуы. Мысалы, оқу үшін сөз тіркесі. Қырық шақты, Абай көшесі, су жүрек. Мысалы, мына жерде тұрақты сөз тіркестері де бар. Қас пен көздің арасында тұрақты тіркесі. Барлық қанша сөз болып келсе де, олар барлығы бірге бір ғана екпінге ие болып тұр. Сонымен қатар қос сөздер, біріккен сөздер, бұлардың барлығына екпін бірге түседі. Мысалы, атана, бала-шаға деген сияқты сөздердің барлығына екпін бірге түседі. Тіркес екпіні дегеніміз осындай. Енді соңғы екпін бізде дыбыс екпіні. Дыбыс екпіні сөз ішіндегі бір дыбысты көтеріп немесе созып айту. Дыбыс екпіні өте оңай. Мысалға, бәрекелді, жарайсың, тамаша деген сөздерде әге біз екпін түсіріп тұрмыз. Бәрекелді. Енді екпін тақырыбы түсінікті болса, әдеттегідей білуімізді бекітеміз. Екпін дегеніміз не? Әдеттегідей стоп қоямыз. Стоп қойып, менен бұрын өздеріңіз жауап беруге тырысамыз. Екпін дегеніміз не? Екпін дегеніміз екі немесе одан да көп буынды бір сөздің ішіндегі бір буынның көтеріңкі айтылуын екпін дейміз. Екпіннің неше түрі бар? Екпіннің 4 түрі бар: сөз екпіні, ой екпіні, тіркес екпіні және де дыбыс екпіні. Қазақ тілінде екпін қай буынға түседі? Қазақ тілінде екпін міндетті түрде соңғы буынға түседі. Сөз екпіні дегеніміз не? Сөз екпіні дегеніміз сөздегі бір буынның ерекше көтеріңкі айтылуы. Мысалға, бізде буын соңғы буынға түседі деген ережені аламыз. Мектеп қай буынға екпін түсіп тұр? Теп. Яғни мектеп дегенде теп деген буынға екпін түсіп тұр. Ой екпіні дегеніміз не? Ой екпіні дегеніміз сөйлемдегі бір сөздің ерекше көтеріңкі оқшауланып айтылуын ой екпіні дейміз. Ой екпіні бұл енді сөйлеушінің қай сөзге басымдылық берсе, сол сөзге түседі.
тіркес екпіні дегеніміз не? Тіркес екпіні дегеніміз бірнеше сөздің тіркесіп келіп толықтай бір екпінге ие болуын біз тіркес екпіні деп атаймыз. Мысалы, Абай көшесі. Бұл жерде бір сөзге екпін түсіп тұрған жоқ. Абай көшесі дегендегі барлық сөзге екпін бірдей түсіп тұр. Дыбыс екпіні дегеніміз не? Дыбыс екпіні дегеніміз бір сөздегі бір дыбыстың, бұл жерде дыбыстың буынның емес, дыбыстың ерекше көтеріңкі айтылуы. Мысалы, бәрекелді дегенде деген дыбыс қана бұл жерде екпін түсіп тұр. Буынға емес, дыбысқа. Бүгінгі сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Түсінбеген жерлеріңізді міндетті түрде пікірге қалдырып кетсеңіздер болады. Міндетті түрде арнаға тіркеліп аламыз. Келесі сабақтарда фонетиканы одан әрмен қарай